Мынаны көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Ашық аспан астында желкендері желге толып үстел үстінде тамағы бар кеме жүзіп барады. Бірақ ішінде бірде-бір адам жоқ. Міне бұл елес кеменің классикалық бейнесі. Бүгін мен теңіз тарихындағы ең қорқынышты кемелердің біразына аяқ басып, содан кейін бұл оқиғалардың шындығында неге әкелетінін көрсетемін. Мэри Селестеден бастайық. 582 жыл. Азор аралдары маңынан табылған, жүзуге жарамды, жүгі бүтін. Бірақ құтқару қайғы жоқ. Қанда төбелестің ізі де жоқ. Тек тыныштық. Теориялар көп, қарақшылар, теңіз құбыжықтары, бүлік. Бірақ ең қарапайым жауап дұрыс болуы мүмкін. Өндірістік спирт булары. Жүк тұрақсыз болған, ауа райы қатал, ал қысымның өзгерісі өртсіз-ақ қорқынышты жарылыс тудыруы мүмкін еді. Өзіңізді капитан деп елестетіңізші. Сіз барлығына құтқару қайығына отыруды бұйырасыз. Оны кемеге байлайсыз, кейін қайта оралуды жоспарлайсыз. Дауыл арқанды үзіп жібереді. Мэри Селесте жүзіп кетеді. Сіз қалдыңыз. Енді ұшқыш голландиялық туралы. Теңізшілер көкжиекте жарқыраған елес кемені көргендерін айтып, оны жаман үрім деп санаған. Мұнда шынымен де жоғары мираж бар. Жарық температура қабаттары үстінен иіліп, көкжиектен тыс кемелерді көрсетеді. Қатты теңізде шаршаған экипаж үшін бұл қарғыс атқан елес сияқты көрінеді. СС Оуранг Медан. Бұл бәрінен де қорқынышты. Апат сигналы. Барлық офицерлер, соның ішінде капитан да қаза болды. Мен өлемін. Құтқарушылар кемеге мініп, экипаждың қорқыныштан қатып қалғанын, ауыздары ашық, көздері үлкен тұрғанын көреді. Кеме жарылып, суға батып, жауаптарды өзімен бірге алып кетеді. Бұл шынымен болған ба? Жазбалар өте аз. Егер болған болса, заңсыз жүк. Цианид немесе нитроглицерин, өтті газ ағып кеткен болуы мүмкін. Көрінбейтін өлім, дүрбелең және жарылыс. Елес кемелер табиғаттан тыс көрінеді, өйткені теңіз дәлелдерді жоюға шебер. Дауылдар іздерді өшіреді, ыстық пен тұс уақыт сызықтарын қайта жазады. Буларды, мираждарды, уларды. Егер осы жіптерді тартсаңыз, құпия жоғалмайды. Сіз аңыз бен адамдық шындық арасындағы шекараның қаншалықты жұқа екенін түсінесіз. Сондықтан келесі жолы көкжиекте үнсіз кемені көргенде қорқынышты сұрақты қойыңыз. Содан кейін қарапайым сұрақты қойыңыз. Шындық екеуі де болуы мүмкін.